Так, бізде, в общем, 21-14 автокөлігі жүріп келе жатқанда, в общем, спидометр жасамай қалады. И сонымен біз тұрамыз, бұл көлікті түгелі разобрать етеміз. Спидометрдің тоқтарын полностью тексеріп, сеп исправный, неисправный соны қарап. В общем, машина түгел шашып тастадық, не керек. И сонымен бұл причинаны ақыры соңында машинаның өзінің заводской проводынан іздейтін болдық. Дополнительный ондай тоғжағына ештеме жалғанбаған. Бәрі өзінің штатный. Бірақ тормозды бір басқаннан кейін ол уже жаңа бізде белгілі болып отыр да. Оған дейін тормоз басқанда ма, в общем, айдап келе жатқанда спидометр жасамай қалады деп келді ғой. Сонымен сөйтіп тормоздың проводын қарап, әрі қарай шашылып кетіп бара жатыр, әлі ол провод табылмайды. И сонымен ақыр соңында болмағансын, өзінің артына кеткен тоқтарын қарап, артқы габариттерін қарап, бәрі вроде нормально. Мына жердегі пластмассты шешіп, өзінің заводской тоғының бәрін қарап. В общем, осы проводта күдік болды. И сонымен бұны келіп, бәрін түгел полын ақтарып, астын қарасақ, мына тұрған контакт. Вот. Міне, вот сіз именно бір датчик жасамай қалғанда, именно қандай моментте екенін жаттап қалыңыз да. Әйтпесе сіздің де көлігіңіз дәл осылай болып шашылып кетуі мүмкін да. Бұл жерде тек тормоз басқан кезде предохранитель күйіп кеткен, ана корпусқа плюсовой масса замыкать етіп. Оны бірақ жүргізуші өзі білмегендіктен бізге кішкене ауырлау тиді. Сол үшін осылай шашып тастауға тура келді. Бәріңізге рахмет. Тоғжағынан сақ болыңыздар.